Үстелдің үстіне ақ шүпірек жайғызды. Домбыраны шүпіректің үстіне қойды. Балам, менің кәрі саусақтарым икемге келе қоймайды. Анау пернелердің барлығын шешіп таста. Әжігерей пернелерді шешіп отырып, домбыраны шапқан адамның шеберлігіне қайран қалды. Май қарағайдың шайырын ағызған екен. Шанақ пен қақпақтың арасында желімнің ізі көрінбейді. Ата, мына жерде жік жоқ қой, деді шыдай алмай. Шалқасынан емес, етпетінен ойылған, деді қария, Әжігерейдің байқампаздығына риза болып. Қақпақты арқа жағынан желімдеген. Ертеде небір шеберлер болған ғой. Ал болды, Әжігерей домбыраны жылжытты. Атығай домбыраның мойнын сипалап отырып, қолына білінген бұдырдың барлығын бәкімен жонып тастады. Содан кейін Әжігерейге жымия қараған. Енді бері қара, сен мынадай қызықты көріп пе едің? Үлкен сары шәугімдегі суық суды домбыраның ойығынан ішіне құя бастады. Аздан соң су домбыраның бетіне көлкіп шықты. Мұныңыз не, деді Әжігерей таңданып. Желім ашылып кетпей ме? Сенің білмейтінің көп әлі, бала, деді қария мақтанып. Ашылмайды. Себебін айтайын. Бұл қазіргі үкімет шығаратын қара желім емес, баяғы қазақтың тас желімі. Мына домбыраны қазанға салып қайнатсаң да желім ашылмайды. Бұл бір. Ал енді су құйған себебім, домбыра қаңсып кеткен. Сенің бір байқамаған нәрсең осы. Келешекте есіңде болсын. Шын домбыра шек тағылмай-ақ күңіреніп күмбірлеп тұрады. Сен мана шанағын шертіп те көрмедің. Бұл сенің кемшілігің. Ал мен шертіп көрдім. Домбыра күмбірлеп емес, шырылдап тұр. Ағаш, оның үстіне шайырға шомылған ағаш ешқашан артық су ішпейді. Керегін ғана ішеді. Міне, саған бірінші дәріс. Енді осы сумен қанша тұрады, деді Әжігерей. Қанша тұрса да тұра береді, деді Атығай. Енді бұған шек іздеуіміз керек. Мынау жарамай ма? Әжігерей қалтасынан бір бума капрон шек алып ұсынған. Атығай шекті ары-бері аударып, жарты құлаштайын қолына орап, созғылап көрді. Пакеттің сыртындағы балықтың суретіне көз түсті. Мынауың балық аулайтын өкіметтің шегі ғой. Орауымен Әжігерейге қайтарды.